Саламатсыздар ма ұстаздар? Бүгін сіздерге жаһандық құзыреттіліктер курсы барысында LMS сайтына қалай кіру керектігін және оқуға арналған материалдарды қалай ашу керектігін, оның ішінде тапсырмаларды алып қалай жүктеу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен өз компьютеріміздегі браузерге кіреміз. Және іздеу жолағына мына көрсетілген сілтемені жазамыз. lms.өрлеу.online.kz және Enter батырмасын басып, ары қарай өтеміз. Дәл осындай парақша ашылады. Жоғарғы оң жақ бұрышындағы кіру батырмасын басамыз. Бұл жерде логин, пароль деген жерге өзіңіздің логиніңізді жазасыз. Одан кейін өзіңізге берілген құпия парольді енгізесіз. Және кіру батырмасын басамыз. Міне бұл ашылған бет біздің жеке кабинетіміз. Жоғарғы жағындағы өзіңізге қолайлы тілді басып таңдайсыз. Және менде қазақша тілге ауысты. Мына жердегі менің алдыңғы оқыған курсым және жаһандық құзыреттіліктер осы оқып жатқан курсымыз. Астында да дәл солай. Нарада мен 12% деп тұр, міне байқап қарасаңыздар. 12% ғана оқу материалдарын ашып көргенмін. Енді осы батырманың үстін басып курсқа өтеміз. Дәл осындай бет ашылады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, бірнеше сілтемелер берілген. Осы сілтемені басып, оқу материалдарын бір-бір қарап оқып шығамыз. Сол кезде сізде мынадай жасыл түстес пайда болады. Бұл оқыған деген белгіні береді, ал бұл оқымаған. Барлығын сіз ашып, бір-бір шолып оқып шығуыңыз керек. Мінекей менде оқыды деген белгі шықты. Мұсын барлығын бір-бір оқып, білімімізді ары қарай жетілдіруіміз керек. Осындай презентациялар пайда болады. Астындағы алдыға батырмасын басып, мінекей барлығын қарап шығамыз. Міне соңғы тапсырма қалды. Осы соңғы тапсырманы кіріп қарап шығайық. Барлығын қарап шыққаннан кейін сізге ең астында тыңдаушының өзіндік жұмысы деген парақша, яғни сілтеме кезігеді. Осы сілтемені басу арқылы ары қарай кіреміз. Басқаннан кейін міне дәл осындай бет ашылады. Осы жерде міне 2-3 TOJ деп тұр. Осы Word документ, осы құжаттың үстін басамыз, сілтеменің үстін. Және өз компьютерімізге жүктеп аламыз. Мінекей жүктелді. Енді осы тапсырманы барлығын қарап мұқият оқып шығып, орындауымыз керек. Жоғарғы жағына өзіңіздің аты жөніңізді жазып, сақтап, одан кейін осы платформаға қайтадан жүктеуіміз керек. Ол үшін астына түсіп, ұсынысты қосу деген батырманы басамыз. Мына жерден
ашу батырмасын, я болмаса мына көрсетілген суреттің үстін басып жүктеуге болады. Енді дәл осы жерден өзіміздің компьютерімізде орналасқан жолды таңдаймыз. Менде мысалыға алдын ала жазылып сақталған міне жұмыс үстеліндегі жұмысым бар. Осы жұмысты басып, ашу батырмасын басам. Осы кезде менің құжатым жүктелді. Енді ары қарай қадамдарын орындаймыз. Мінекей және сақтау батырмасын басайық. Сақтап болғаннан кейін кішкене астыға түссек, міне бізге бағалауға жіберілді және мына жерден көруге болады, құжатымыз жүктелді. Дәл осылай қадамдарды ары қарай жасай бересіздер.